Ремонт жасап жатырмын. В общем, полный переделка, сантехника, инсталляция қондырдым. Мына жер бәрін жасадым. Бұрын кафельщик келіп жасаған, сантехникасын бәрін. Считайте, мына жер жабысқан, тек қалған жерлер жабыспаған. Мына жер чуть-чуть, мына жерге үстіне тығып тастаған, аздап. Орталары полностью вообще жабыспаған. 1% 15, наверное, тек жабысып тұр. Жаңа мына кафельді тоже алуға алдым и астым. Тек қана мына жерлер вообще полностью жабыспаған. Мына гребенкасы қалай жағылды, солай тұр. Тек мына жер үсті чуть-чуть ұстап тұр ол. И то уровень қисық болғасын, амал жоқ, алып тастадым. Оказывается, ол вообще жағылмаған асты. Клей тимеген. Мына инсталляцияны салғанда мына выход высотасы вообще жоғарыда тұрды. Мынандай жерде тұрды. Мынандай жерде тұрды. Считайте, унитазды шеті 60 сантиметрге келіпті. 20 сантиметр биік қыл жерген. Стандарт бізде 40. Мына счетчиктердің бәрін аккуратны шығарып, стенаға батырып шығардым. Мына жерде стояк кетіп жатыр. Мына жерде стоякты ана жерден астынан қосқан. И мына екі смесительдің планкасы выходы вообще болған жоқ. Мына жерден шығарған, ең биіктен. Почему-то екі труба шығып тұр. Болды, бұзып алып тастадым. Ашып қарадым. Ананы жалғадым. И олар алғанда ана жерден стояктан екі трубадан ыссы су, салқын су келіп тұр. И ол сразу ана жерге жалғап жіберген, мына жерден шығарған. И дальше мына жерден шығарғанда содан кейін барып счетчик шығарған. Получается, ана екі труба счетчикке дейін шығарып жіберген. Сосын мынандай мына биденің несін мына жерден шығардым. Оның бәрін дұрыс жасамауға